Баршаңызға қайырлы күн. Тойға немесе үйге дастарханға жасайтын өте дәмді салат. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен брокколиді жасыл немесе ақ түсін алып, суға бір қайнатып аласыздар. Одан кейін ірі болса осылай үшке бөлесіздер, майдарақ болса бүтіндей саласыздар. Огурцымызды осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай қиғаштап кесіп турайсыздар. Менің арнама тіркелмесеңіздер, тіркеліп подписаться батырмасын басып қойыңыз. Келесіде помидорымызды да осылай қиғаштап кесіп аламыз. Барлығын араластыратын үлкен шараға немесе үлкен табаға қатарынан туралған заттарды сала берсеңіздер болады. Барлық заттарды бір күн алдын істеп қойсаңыздар, өте сіңіп дәмді болып тұрады. Одан кейін біз сәбізді теркадан осылай жіңішкеріп турап аламыз. Сәбізімізді де салып болғаннан кейін сельдерейімізді майдаларақ қып тураймыз. Сельдерейдің иісі, дәмі шығып, салаттарыңызға ерекше дәм беріп тұрады. Барлығын осылай шараға салып болғаннан кейін біз чесногымызды турап аламыз. Чеснок турап салып болғаннан кейін соевый соусымызды 2-3 қасық саламыз. Енді менің салатын бір шара болғаннан кейін 2-3 қасық салдым. Егерде одан аз қылып жасасаңыздар, бір қасық жеткілікті. Одан кейін көз мөлшермен паприканы саламыз. Қайнап тұрған ыстық майымызды осылай салаттың бетіне қайнатып құятын боламыз. Одан кейін чим-чим, осындай соус бар, сәбізге арналған түрі, соны алып 2 пачка қостық, азырақ болса 1 пачка жеткілікті болады. Одан кейін китайский тұзымызды салып, барлығын жақсылап араластырып, бір күнге қойып, ұсына берсеңіздер болады. Немесе холодильникке 2-3 сағатқа қойып, жей берсеңіздер болады. Осылай дайын болды салат, өте дәмді. Сіздер де жасап көріңіздер. Баршаңызға ас болсын. Заттар тізімін описание бөліміне жазып қоямын, сол жерден қарасаңыздар болады. Мөлшерін адам санына қарай жасай бересіз. Осылай дайын болды. Келесі видеода кездескенше сау саламатта болыңыздар. Менімен болғандарыңызға көп рахмет.